This meeting won't take long. This meeting won't take long. Бұл жиналыс ұзаққа созылмайды. Will not, will not қысқартылғанда won't болып кетті. Take long. Will'дан кейін, future'дан кейін бірінші формада қоямыз. Take ешқандай жоқ емес. Will not take long. Won't take long. Ұзаққа созылмайды. Then you can all leave. Then, сосын you can all leave. Бәріңіз кете аласыздар дейді. Leave. Покинуть, кету, да? What is wrong with everyone? What is wrong with everyone? Барлығыңызға не болған дейді? Барлықтарыңызға не болған? You look like I'm going to fire you. You look like I'm going to fire you. Мен сендерді жұмыстан шығаратындай болып тұрсыңдар ғой дейді. Выглядите как, да? You look like, выглядите. Seriously, шын мәнінде. What is wrong with everyone? What is wrong with everyone? Шын мәнінде барлығына не болған? Excuse me, Ms. Weaver? Yes, Excuse me, кешіріңіз, Miss Weaver. Yeah, Anna. Well, everyone has been worrying about барлығымыз уайымдап жүрміз, иә. Present perfect continuous. Бір іс аяқ басталып, әлі созылып жатыр, иә. Мен сені 2 сағат бойы күтіп тұрмын десек, I've been waiting for you деп айтамыз, иә. Бұл айтып жатыр. Everyone, he, she, it-тен кейін everyone, да, everyone has қоямыз. Has been worrying about, уже созылмалы болып кетті, барлығымыз уайымдап жүрміз. You know, білесіз ғой. You know. Көрсетіп жатыр, иә, мимикамен. Жаспен. We've been worrying that you were going to fire us. You've been worrying. Сіз бізді жұмыстан шығарасыз деп қорқып жүрміз, уайымдап жүрміз дейді. Уайымдап жүрміз. Бұл созылып жатыр, иә. Present perfect continuous. We have been worrying that you are going to be going to. Бір нәрсе болашақта, иә. Сіз бізді шығарады деп уайымдап жүрміз дейді. Жұмыстан шығарады деп. Not going to fire any of you. I'm not going to fire any of you. Мен ешқайсыңды жұмыстан шығармаймын. В будущем я не буду деп жатыр. The reason, себебі, for this meeting, бұл жиналыстың себебі. This meeting was to tell you what a good job you've been doing. To tell you, сендерге айту, what a good job you've been doing. Сендердің жақсы жұмыс істеп жатқандарыңды айту дейді. Give out new assignment. Give out new assignment. Жаңа тапсырмалар беру дейді. Give out, give беру. Guys, қараңыздар, ағылшын тілін үйренгенде сөзді бөлек-бөлек жаттамайсыздар, осы конструкциямен, предложениемен жаттап болсаңыздар, сіздер сөйлегенде оңай болады. Сөз жаттаған кезде сол сөздер естеріңізде қалып қалады да, сөйлем құрағанда сіздер сөздер миларыңызда шашырап тұрады. Егер сіздер сөйлеммен, конструкциямен жаттап алатын болсаңыздар, сөйлем басқа адамдармен, нейтивтермен сөйлескенде на автомате будете разговаривать. Осылай, give out new assignments. Жаңа тапсырмалар беру деп жазып аламыз, иә? Budget cuts have been happening. Budget cuts have been happening. Бюджет қысқартулар болған, иә? But only one person has lost their job. But only one person, тек қана бір адам, has lost their job. Тек бір адам жұмысынан айырылды дейді. Mark in accounting? Mark in accounting. Бухгалтериядағы Марк дейді. Now, let's talk about those new assignments. Let's talk about those new assignments. Now, енді жаңа тапсырмалар туралы сөйлесейік дейді. Сөйлесейік деп. Let's talk. Кеттік. Let's go. Деп айтамыз. Let's сөйлесейік. Давайте рассказывать.
words? Here's a list you can check. Guys, мына біздің бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Бүгінгі тақырып бізде жұмыста және жұмысқа байланысты сөздер. Осы сөздерді сіздер егер де осылай бір талан work дегеніміз жұмыс деп жаттасаңыздар, сіздер естеріңізде қалады, сөйлем құрай алмайсыздар. Ал біздің тәсіл бойынша, әдіс бойынша осы сөздерді бірден сөйлемнің конструкцияның ішінде жаттаймыз. И нейтивтардың артынан бірге қайталап отырамыз. Қайталағанда сіздерге біріншіден произношенияларыңыз дамиды, екіншіден listening, үшіншіден vocabulary дамиды, төртіншіден сіздер уже конструкция сөйлемді жаттап алғанда сөйлеген кезде еш қиналмай сөйлем құрайтын боласыздар. Осы жаңа сөздерді жазып алыңыздар.